Тұрғын үй саласына бюджеттен бөлінген қаржыны игере алмайтын қала мен аудан әкімдері қызметтен кетеді. Бүгін өңірлік даму министрлігінде өткен алқа мәжілісінде үкімет басшысы Серік Ахметов осылай деп мәлімдеді. Тұрғын үйлер салынатын аумаққа инфрақұрылым жүргізе алмайтын, жол салып инвестор тарта алмайтын әкім не үшін ол қызметте отыру керек деп шүйлікті премьер-министр. Өйткені 16 облыстың төртеуінде, атап айтсақ, Шығыс Қазақстан, Қызылорда, Солтүстік Қазақстан және Павлодар облыстары жалға берілетін үй мен оның инженерлік инфрақұрылымына деп бөлінген трансферттерді толық игере алмаған. Енді бюджет қаржысын мардымды жұмсай алмаған аймақтар қолындағы қаражатынан қағылады. Бұл жұмысты биылдан бастаңдар деп тапсырды үкімет басшысы. Раз не осваивают, убирайте этих акимов районов, городов. Қаржыны игере алмайтын қала әкімдерін жұмыстан босатыңдар. Бұл облыс әкімдеріне берілген тікелей тапсырма. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту жұмыстарының аймақтарда қалай жүріп жатқанына қарап, әкімдерге баға беруге болады. Әлі күнге дейін осы салаға бөлінген қаражатты игермей отырған әкімдер бар. Бұл бізге жарамай. Егер алдағы уақытта да қаржыны игермейтін болса, оны жөнді жұмсай білетін басқа өңірлерге беру қажет. Биыл елімізде 7 миллион шаршы метр жерге үй салынуы керек. Қолжетімді тұрғын үй 2020 бағдарламасы бойынша бұл жұмыстарға 130 миллиард теңге қарастырылған. Өңірлік даму министрі Болат Жәмішевтің айтуынша, 2020 жылға қарай құрылыс көлемі 10 миллион шаршы метрге дейін жеткізілмек. Бұған дейін үйдің әр шаршы метріне деп үкімет белгіленген қаржы мөлшерін құрылысшы көпсінген еді. Енді ол өсірілмейтін болады. Біздің құрылысшылар айтып отқан мәселесі жаңағы белгілеген, үкіметпен белгілеген ақшаға біз жаңағы тұрғын үйді сала алмаймыз деген мәселе көтеріп жатыр. Сол себептен жаңа үкімет басшысы айтып кетті, үкіметтің қаулымен жергілікті әкімшіліктерге сондай құқық беріліп отыр. Жаңағы бағдарламаға қосымша өзі жергілікті ақшаларын қосуға болады деген. Сол себептен ол халықтың жағдайына тимей, шаршы метрдің бағасын өсірмей, жергілікті бюджеттің ақшасын қосу керек деп.